Сәлем достар. Бүгін біз кезекті зерттеуімізді жүргіземіз слиперлер тобы болып. Және бүгін киелі Түркістан елін қараймыз. Түркістан қаласы және облысындағы маңызды деген нысандарды қарап өтеміз. Қаланы қарағанда облыстық әкімдікті қараймыз, өйткені ол жерде облысқа, қалаға қатысты маңызды шешімдер шығады. Ол жердің энергетикасы қандай, акиматты не билеп тұр, бір күштер бар ма жоқ па соны қараймыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қараймыз және басқа да кесенелерді қараймыз. Бізбен бірге болыңыз, соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Ендеше біздер бастаймыз. Слиперлер, дайындалыңыздар. Мгм. Кеңістікте Түркістан қаласының нәзік көшірмесін тауып алып, ақпарат ала бастаңыздар. Алғашқы ақпарат қандай? Қандай энергиялар бар? Энергетикалық күйі қандай қаланың? Маған ол бар ғой, мына ескі қаланың ішінен жаңа қаланың өсіп келе жатқанын көрсетеді. Жаңару, өсу, үлкен мүмкіндіктердің қаласы болып. Мгм. Менде былай болып тұр. Қаланың энергетикасын қарағанда, кәдімгі ай сияқты бір жағы жап-жарық болып тұр да, бір жағы қап-қара болып тұр. Қап-қара болып тұрған жағында кәдімгі қып-қызыл екі көз жанып тұрған. И еще андай болады ғой. Сиқыр жасайтын кісілер болады ғой, басына былайына шляпа киіп алып, ұшып, солай неше нетіп жүретін. Сондай бір кісі үстінде ұшып жүр. Қап-қара болып тұрған жағында. Қаланың үсті қою қара бұлтпен қапталған, бірақ қара бұлт болса да, оның үстінен тағы да ақ жарық түсіп ортасынан қалаға түсіп тұрғанын көрсетеді. Екеуі араласып тұр. Қара Қаланың өзі, айта беріңіз. қаланың өзі, как будто энергиясы истощаться етіп тұрған сияқты, саздың үстінде қалған сияқты, бірақ қаладан шеткері жалпы алдағы кезеңге өрлеу, өркендеу кезеңін көрсетіп тұр, жердің байлығын көрсетіп тұр. Вообще жасыл болып өркендеуді көрсетіп тұр, потенциалының көп екенін көрсетіп тұр. Бұл өңірге Қытайдың көзі түсіп тұр. Көбірек қазір оңтүстік шығыстан, мен енді маған қай тұстан қарап тұрғанымды білмеймін, бірақ мен қарап тұрған тұста оңтүстік шығыстан бір объектіге, сол жерде бір точкаларға Қытайдың мүддесі бар, сол нәрсені көрсетті. Сосын қыздар айтқандай жалпы ақ күш пен қара күштің айқасы бар бұл жерде. Бір жағынан бұл қасиетті мекен, бір нәзік әлем бар үстінде, соның бір тербесі энергиясы түсіп тұрған сияқты. Бірақ бұл өңірге адамдар көп келеді, бірақ зар мұңын тастап кететіндіктен осы төмен вибрациялы энергияға жиналған негативті сущностьтер бар екен. И пока біз уже бұл полеге енген кезде бірден внезапно кенеттен тосыннан атака жазады. И от этого жоғарыда как бы қыздар айтқанда ақ күш пен қара күштердің солай айқасып тұрғанын көрсетіп тұр. Үлкен бір ақ күш қанша қара түссе де, ол үстінен бәрібір отырып өзінің ақ нұрын түсіріп, маған солай көрінеді. Ал Қытай көздеген нысандар қандай? Не нәрсеге көздері түсіп тұр? Енгізу болатын сияқты. Не болатын сияқты? Қытайдың күштерін, потенциалын пайдалану арқылы енгізу болатын сияқты. Мегаполис шығып тұр вообще бұл жерде. Кәдімгі үлкен.
Енді Қытайдың көзқарасы қалай әсер етеді өңірдің дамуына? Қауіп жоқ па? Қытайдың ниеті мынау құрылыс жағы біздікі деп тұрған сияқты, барлық салынып жатқан даже үйлер болсын, басқа олардың үлкен ғимараттар болсын, солар бізбен ғана салынады, біздікі деп соны иемденіп тұрған сияқты. саясаты астарлы. Қазір как будто мындай мүдде жоқ сияқты, жұмсақ күшті пайдаланып көрсетіп тұр. Но көрсетпейді, астары бар нәрсе. Да, жоғарғы жағында мысалы дейтін олар ниеттері таза, жұмыстары жаңағы дейтін келісім шартқа сәйкес жүргізеді дегенмен астында өздерінің интерестары бар. Иә, асты батпақ болып көрінеді, жаңағы бір өздерінің дұрыс емес ниеттері солай жасырынып тұр. Мұнда үлкен ақпараттық орталықтарды көріп тұрмын олардың салғанда, и ол ақпараттық орталықтарда жаңағы өздерінің сол ақпараттарды жинақтайтын адамдардың болатынын көрсетіп тұр. Енді жаңа айтып өттіңіздер, адамдар келгенде бары мұңын тастап кетеді, содан негативті энергиялар өсіп тұр. Ал сол мұңды энергияны бейтараптандыруға болады ма? Жарайды, біз тазартып өтеміз, ал мүмкін бір ниетпен адамдардың ба, қандай да бір әрекетпен, әлде табиғаттың күшімен бе бір іске қосуға болады ма? Өйткені туристер енді үнемі келеді ғой, барлығы киелі жерлерге келгеннен кейін әрқайсысы өзінің бір мәселелерімен келеді, шешілмей тұрған. Үнемі ластанып қала береді ма сонда? Құмның астында қалып кеткендей үйірілген прям қалың құм, соның астында бір ата басында тақиясы бар, қолында шелегі, жерден бір нәрсені ала алмай жатыр да, сол үстінен қолын бұлғап бізге қараған сияқты, тазартуды сұрап. Мен оның арқа жағынан басын көріп тұрмын, арқасын көріп тұрмын, қолындағы шелегін көріп тұрмын, және бір қолын. Бұл жерге туристер менде бар ғой, былай деп көрсетіп тұр. Бұл жердің жаңа дамуы сондай деңгейде болу керек. Адамдар бар ғой, таң қалып, жақсы ниетпен келу керек. Сүйіспеншілікпен қарау керек. Мысалы, кесенелерге, орындарға тарихи. Алғыспен қарау керек, осыны сақтап қалған үшін, бізге көрсеткен үшін деп. Сол уақытта жаңа негативті энергия мында тұрақталмайды екен. Ол үшін осы Түркістан қаласы мысалы шетелдегідей деңгейге жаңа тазалығы, сервисі жөнінен жоғары деңгейге жету керек. Соны ұйымдастыру керек. Сонда келетін қонақтар алғыс сезімімен жаңағы энергияларын залалсыздандырады. Тарихты көргеніне. Жарайды. Мен жаңаға көрген атаның жанынан құмды былай сейілтіп, тазартып қасына жақындаған кезде, ол бірден жарыққа қарай шығып, бір судың қалаға қарай келетінін және келгенін көрсетті. Өйткені алдын қала суы аз мекен болған екен. Соған бір сарқыраған жақсы суды таудан ағызып жіберіп, жағасында қарап тұр. Жақсы, онда қаланың нысандарына көшейік. Бірінші, облыстық әкімшілік. Жаңа әдемі ғимарат бар.
Енді сол әкімшіліктің энергетикасы қандай? Қандай энергиялар басым, не болып жатыр? Ақпарат оқи бастаңыздар. Ғимарат салған кезде ниеті жақсы болған, оны кім былай ойлап дей ма, ойластырып дей ма, несін сол кездегі басты ниеті біз осы әруақты жердің жаңағы әулиелі жерде орналасқан біз ғимарат қорғалған, біз қорғаламыз деген ниетпен өздерін бүйтіп бір қабат ақпен қорғап тұр, сырты бірінші қабатын солай, бірақ кейінгі бір тағы қабаттар ондай қорғалмаған, уже ол жақта қараюлар бар.Інде ғимараттың ішінде жұмыс істеп жатқан кісілер көп ақ, кәдімгі құмырсқа сияқты, бірақ ештеме халыққа пайдасы болып тұрған жоқ. Как будто есігі жабық тұрған сияқты ғимараттың. Ол объектіге вообще бұл өңірге қатысты енді аппаратқа деген Америка құрама штаттарының ықпалы келіп тұр. Көбірек манипуляциялық әсермен және басымдық көрсетумен, күшке салумен, мәжбүрлеумен болып тұрған политика болып тұр, бірақ бұған қарсылық күш бар. Көбірек ол жарқын, қызықилық күш болып тұр. Сондықтан еңсеріп күш бермей тұр, келіспей тұр деген сияқты, көнбей тұр деген сияқты. А так жалпы егер мекеме ретінде қарайтын болса, іште әрбір жұмыс қызметке қатысты агрессия бар, мазасыздық көп, жанталас жүгіріс көп, сондай. Басымдық көрсетіп тұрған қара негативті энергиялар бар ма? Әлбетте. Бар. Жақсы. Ал енді Американың көздеген мүддесі қандай? Мақсаты не? Несімен қызықтырып тұр Түркістан оларды? Тоже бұл өңірдің потенциалына өздерінің көздеген мүдделері бар. Көп жылдық алысқа кеткен стратегиялары бар, сол стратегияда Қазақстанның бұл өңірі бар. Түпкілікті стратегияда қоныстандыру бар. Қоныстандыру? Кімдерді? Қайда? Өзінің адамдарын. Америкалықтарды ма? Осы елге әкелу бар. Жақсы. Келесі нысанға көшейік. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қандай энергиямен шықты? Кесененің өзінің энергиясы күшті, өте жоғары. Бірақ соның ішінде үлкен бір тақта ата отыр. Қабағын шытып, қашан халықтың көзі ашылады деген бір мұңайып солайынан қарап отыр. Бұл жерде бұл объектіге бірінші келген кезде бірден жарқын энергия көтерілді, өте биікке көтеріліп тұр, және горизонталды тоже іргеден сыртқа ұрып тұрған өте жарқын энергия бар. Сосын өте қатты мықты өжеттілік, бір рухтың күштілігі сезіледі, патриоттық сезім өте қатты сезіледі. Мен бастапқыда оған Қожа Ахмет Яссауи деген бұл ғұлама кісі көбірек бейбіт жолға көбірек негізделген болса, неге бұндай бірден андай шайқасқа дайындық бір өрлік шыққан еді.
сосын есіме түсті бұл жерде басқа да мықты адамдар жатқаны, Абылай ханның жатқаны, ол да әсер етіп тұрған шығар, егер рас болса осы жерде жатқан себебі андай өте бір өршілдік рухани күш бар, бір сондай мықты, сол шығып тұр тоже. Ол горизонталды, бұл жан жаққа шығып тұр энергия. Ана жарқын күш энергия, ол биіктікке шығып тұр, по вертикали. Бірақ айналада опять как будто истощаться еткен сияқты бір шөліркеу дейтін нәрсе сезіліп тұр айналадан. Мгм. Энергияның жоқтығы. Мұндағы жаңағы кесененің өзі ақ жарық та, бірақ адамдар жақындағанда өздерінің бойында күмәндерін, қорқыныштарын шығарады екен. Әркім өзінің жаңағы теріс тұстарын біледі ғой. Сонымен мен кіргенім қалай болады деп бар ғой, сол дейтін келе жатқанда бір жолда үрей қорқыныш ретінде тұрады екен кесенеге жақындағанда. Сосын кесене татулықты сұрап тұр. Сондай бар ғой. Мұнда келіп адамдар жылап сұрайды екен. Ол жылағандар кесенеден сырт қарай шығып кеткен айналасына. Жаңағы ол адамдардың жылап келіп сұрағанын қалап тұрған жоқ. Мұндағы энергия. Мұндағы энергия жаңағы жақсы көңіл күй, шүкіршілік, сосын татулықты қатты сұрап тұр. Бір-біріңмен жақсы болыңдар дегенді. Елдің тұтас болуын сұрап тұр кәдімгі. Бір үлкен әлеммен байланыс бардай көрсетіп тұр. Кесененің өзі жоғарыдағы. Рухтар әлемімен. Жақсы. Кесененің ішінде қандай энергиялар бар? Кесененің ішіндегі күш ішке кірген лас энергияларды ысырады екен сыртына. Адамдармен кетіп. Кәдімгі лықсытып ысырады екен сыртына, жаңа сыртына әріректе бүйтіп, ол толып тұр олар деген. Бірақ кейде әлі жетпейді, мынандай бар ғой, бір қоңырқай нәрсе болып тұрады. Төмен жаққа түседі ғой сол энергия, ауыр энергия, соны кері ысырады, солай көрсетіп тұр маған. Адамдарға көмектеседі, адамдардың қолы байланып келеді ғой, бәрінің емес ішінен таңдап ниеті дұрыстарға жаңағы дейтін бостандық береді екен, жол ашылады екен. Тәуесіне келгендерге. Теріс ниеттілер көп келеді дейді. Бәрін көріп тұрамыз. Қандай теріс ниеттілер? Не істейді олар? Жоқты сұрайды, лайық емес нәрсені сұрайды, еңбектенгісі келмейді, сиқыр сұрайды. Адамдарды алалайды, сен жақсы, мен жақсы деп, тәкаппарлық. Қолдарынан ештеңе келмесе де кеуделерін ұрады. Тіпті біреулер жоғалған тауып берші деп сұрайды. Өзі жүргісі келмейді. Еріншектік. Сондай ниетпен келгендермен не болады? Орындалады ма? Жоқ, қабылданбайды олар. Өзін түсінген адамдарға, ниетінің бұрыстығын түсінген адамдарға мүмкіндік беріледі. Қателескенін түсінген адамдарға жағдайын түзеуге мүмкіндік беріледі.
Жалпы біріншіден Мгм. кіргізбейді, дене негативті энергияны сейілтеді. Сосын бұл ғимаратта іште өзін өзі тазарту құбылысы болатындығы сезіліп тұр. Мгм. Ал жақсы ниетпен сұрап келгендермен не болады? әсіресе мынау ғылым білім жолында соны сұрайтындар бар ғой, соларға мықтап энергия құйып тұр, үндемесе де ниетіне қарап соларға Әлбетте жақсы энергия. орындалады. Иә, вот себебі мана Фариза айтқан рухани әлеммен байланыс бар сияқты дегенде, сол жоғарғы кеңістіктен как бы бір жол бар, портал сияқты. И как будто это бұл орталық кітапхана сияқты сондай байланыс бар. Мгм. Сондай адамдар келгенде қуанады, махаббат мейірім энергиясы төгіледі соларға, бастарына бүйтіп сипайды екен. Жаңағы күштер бүйтіп ризашылық кейіппен қарап тұрады, елжіреп қабылданды деп айтады. Бірақ мына ішінде тұрған заттар бар ғой, соларды ұстап, солардан табынып кетпеңдер, олардан энергия сұрап дегенді білдіріп тұр. Жарайды. Сонда маңыздысы ниет, иә? Иә, Мгм. әсіресе санам оянсын, жолым ашылып, ғылым білім жолына түсейін дегендерге өте жақсы энергия құйып тұр. Ешқандай ана жерде отырып, анау жалынып сұрап кетеді ғой кейбіреулер. Андай Құран оқыған сияқты болып, олардан да аналардың ниеті күшті болып орындалып тұр. Мгм. Мынау жан жағында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тағы моншасы деген нәрселер бар. Ол жақтың энергиясына да адамдар табынып кетеді кіріп. Сол жерден күш алам деп, бірақ ол жерде ондай нәрсе жоқ деп тұр. Сыртқы жақ бәрі лас. Иә. Сол жерден де кіріп сұрағандарға ондай сұраған энергиясын ол жерден таппайды. Аха. Сырты не үшін лас болып тұр? Адамдардың негативті эмоциялары, олардың өрістерінен ағылған дұрыс дұрыс емес жағымсыз нәрселері кәдімгі қара батпақ лай болып, қара лай болып айналып тұр. Прям андай жылан сияқты шипение, сондайлар вообще сондай болып кетті. Сонда кесененің ішінде энергетикасы тазарады, сыртта жоқ, иә? Иә. Иә, ішін полностью өзі былай бір шайқап тазартып тұрған кейіпте бар Тазартып екен. тұрады, ысырып сайды кәдімгідей. И сыртта батпақ болып жатыр. Айналып тұрғанын көрсетіп тұр маған, бүйтіп іштегі нелер, энергияларын бүйтіп. Жер астында нелер бар екен, маған жер астын көрсетіп жатыр. Несін көрсетіп тұр? Ну, как будто подземный бірдеңелер, сондай бірдеңені көрсетеді. Иә, маған да солай, как будто асты үлкен болып тұр. Астында өмір болған сияқты бірдеңелер бар астында деген, бірақ адамдардың көзінен тыс осын деген мына жер бар ғой, бір-екі адамдарға таныста білет осындай жер бар екен, бірақ та жалпы халыққа көрсетпей тұр, как будто астында үлкен бірдеңелер бар, құпия бірдеңелер, ілімдер ма бар, жауып тастаған сияқты, болмайды дейді, кіруге рұқсат жоқ дейді. Сосын маған аталарды көрсетіп тұр, бәрімізге бата беріп жатыр ма, алғыс айтып жатыр ма, сондай қылып аталарды көрсетіп жатыр маған. Ризашылығын білдіріп жатыр қыздарға дейді, кілең қыздар сияқты да жиналған. Сосын осыны маған бірден кіргенде осы жаңағы жер асты нені көрсетті, как будто өмір болғанын көрсетеді. Бұл жерде ілімдер жатыр, үлкен свертоктар бар ғой бүйткен, сондайлардың бүйтіп жиналып тұрғанын көрсетеді. Сосын қалың кітапты көрсетті маған, бір үлкен қалың кітап, үлкен бүйтіп ашылады. Ол не кітап? Нені білдіреді?
бір көп нәрсе жазылған, шындықтар жазылған, біздің осы арғы мына ислам дінінің келуіне қатысты, яғни шын кітапта оны как будто кілте өлтір, құлыптау тұр, айтуға болмайды дейді, ашуға болмайды, оған әлі уақыты келген жоқ, адамдардың санасы оны әлі дұрыс қабылдамауы мүмкін дейді. Шындық жазылған, білет бір 5-6 адам немесе бір нақты окружение білет соны. Мүмкін тіпті өздерінің пайдалануы да мүмкін осы нәрселерді өзінің жеке мақсатына. Жақсы. Өте құпияға толы нәрсе мына жер деген. Айтып отқаны жаңа бет жағындағылар ол тек қана бұрыннан келе жатқан, сосын көбінесе аңыз ретінде айтылады дейді. Ертегі сияқты сказка ретінде айтады, но адамдар соған сенеді дейді. Шын мәнінде жаңа қыздар айтып отқандай іші бітіп, соның бітіп айналып жатқанын көрсетеді маған. Жер астында сонда не бар? Қала бар ма? Иә, сондай как будто, знаете, тағы да астында бір здание сияқты ма бірдеңе бар. Ішкі, мысалы, төменгі неге қарай кететін сияқты болып тұр. И күшті защищенный, ана қалың нелері деген жарлары қалың. Но бірақ сырт көзден адамдардан тыс жерде ана көп ешкім не істелмейді, барылмайды. Но құпия сақталады, өте құпия сақталып тұр. Жақсы. Тағы да қандай ақпарат бар? Бұлақ бар ма қасында? Оны білмедім. Жер асты ма, жер асты су ма, бұлақ па, бір соны көрсетеді. Таза бұлақ, кішкене бас жақтары ластанып кеткен, сосын етек жақтары жай қаралайып кеткен. Жалпы бұлақтың түбі, мысалы, қасиетті жерлерден келген су дейді анау деген. Неге жыландар көп айналасында? Ненің айналасында? Қарап атқан жерлеріміздің айналасында жыландар өте көп. Жарайды. Не жылан ол? Мысалы, адамдар бір нәрсе жасайды, ритуал мекенді, мысалы, дуа сияқты нәрселер. Содан әкеліп, мынаудан айтады, мынау киелі жердікі дейді. Шын мәнінде бұл лас жер, одан жасалған дуаның несі болмайды. Яғни сол толып кеткен, айналып бүйтіп, мына жыландар бүйтіп оралып жатады ғой, солай сияқты сөйтіп істеп саған. Толып тұр айналасында. Как будто адамдар сол жерге келіп, мысалы, бір нәрсе сұрайды да, маған ақша немесе бір бала дейді, сол жерге келіп лақтырып кетеді. Шын мәнінде ол дұрыс нәрсе емес андай етіп істеу. Жарайды. Яғни Ахмет Яссауи кесенесіне барғанда ішіне кіріп, шынайы дұрыс ниетпен бару керек. Сонда ол орындалады, иә? Әсіресе ілім, білім, ғылымға қатысты нәрсе болса. Төбеден күмбезден шығып тұрған жарықты мен көріп тұрмын ба? Бәріңіз де көріпсіздер ме? Иә, айтылған еді. Айтылды ма? Кешіріңіздер. Мен жаңа қосылып отырмын. Жақсы. Онда келесі нысанға көшеміз. Арыстан баб кесенесі. Ақпарат ала бастаңыздар. Жүрегі таза, ниеті таза, мысалы, Құдаймен байланысы бар адамдардың өзінің есігін бүйтіп айқара ашады. Яғни ниеті де орындалады, ойлаған арманы, іс-әрекеті орындалады дейді. Ал бір нақты, мысалы, материалдық тұрғыдан келсе, бүйтіп көз қиығымен қарап тұрғандай көрсетеді маған. Адам өзі үшін бар сұраса, сосын орындалады. Яғни, бір қиындықтан өтейінші, алға қарай жылжиын, дамиын деген жаңағыдай білем деген тәуір сондай неге адамдарға ашылады. Ал менің немесе балам жазылсынса, немесе тағы бірдеңе біреу үшін естілсе, онда тағы да солай бүйтіп
бүйтіп қарап тұрады, иық бір қырмен қарап тұрған сияқты көрсетеді маған. Мгм. Бұл объектінің энергиясы қаттылау, қатты дегенге жақсы мағынада айтып жатырмын, қатқылдау. Бұл жерге жөн жосықсыз келуге болмайды, бекерге мазалға болмайды. Бұл өңірдің энергиясын вообще сөйлемеген дұрыс бұл жерге барғанда. Даже настолько, что аузында, если не сможешь орамалмен былай шетін байлап барған дұрыс. Себебі звукты, вибрациясын көтермей тұр, көбірек ниетке көбірек байланысты. Ниет болғанда жүректің күші сынақтан өтетін жер екен, сондықтан бей-берекет, жеңіл-желпі, өтіп бара жатып, немесе барып ыржаңдап, олай жүруге болмайды екен. Сондай энергиясы қаттылау жер екен. Адамның сынақтан өтетін жері, немесе бір іске өзін сынағысы келсе, сондайда баруға болады екен. Жақсы. Енді энергетикасы қандай? Арыстанбақтың өзінің энергетикасы өте тұнық. Мгм. Енді бұл жерге Бұл адамдар кісінің өзіне қатысты айтылып тұр енді. Аха. Пока адамдардың ниетіне қатысты айттым. Мгм. Жақсы. Ал осы орынның энергетикасы қандай? Енді әртүрлі адамдар барады, әртүрлі ниетпен барады. Таза ниет, Ластаған ластаған. топырақ вообще энергетикалық деңгейде қарай кеткен. Айналасы тұманданып тұр, қаралап, солай айтып көрсетеді. Адамдар тарапынан болады. Адамдардың энергетикасы жүріп тұр. Айталық қазіргі біздерде қазір тазартып күш салатын болсақ, биоэнергетикалық күш, оның ықпалы бар. Адамдар тарапынан әрекет етуге болады. Жарайды. Тағы да қосымша қандай ақпарат бар? Нұрбек мырза маған бүйтіп төбесін жауып тастағанын көрсетеді. Как будто связь оборвали. Жоғарғы әлеммен жауып тастаған ба бірдеңе сияқты қылып көрсетеді. Қалай жабылған? Не үшін жабылған? Кішкене жаңағы бірінші жаңа қараған не деген қарағаннан күші күштірек болған ба бірдеңе, сосын адамдардың араласуымен жауып тастаған сияқты, как будто связьді, байланысты. Сосын да ана не тазаланбай тұрған сияқты бүйтіп. Ананы ашса, төбеден алып тастаса, мына бір тұрған бірдеңені, қара бірдеңе тұр. Қақпақ сияқты бірдеңе қойып тастаған. Соны алса мүмкін жаңағы ана айналым сияқты бүйтіп айналу тазару несі болатын сияқты. Ал маған көрініп тұр, как будто андай не үлкен бір космический бір нелер болды, корабльдар, иә? Сол Иә, сондай сияқты. бірдеңе. Ішінде Жоқ, даже там. вот ауаның өзі домалақ су сияқты да қозғалып тұр. И андай тыныштық, ішінің бәрі тып-тыныш. Ештеме, ешкімнің мазасын алмай солайынан Суық тұр, болған. просто тынып, айналыс жоқ. Жаңағы бірінші қарағанда бүйтіп айналып тұрды ғой, жоғарымен не болды. Мында как будто біреу келіп, біреу емес, бірдеңе бір жауып тастаған сияқты. Себебі екеуінің энергетикасы бірдей жаңағы күші, айтып жатсыз ғой Нұрбек мырза, несі қандай дегенде, күші бірдей болу керек. Мына екі немен, екі ненің жаңағы кесенелердің нелері, энергетикасы бірдей болу керек. Мынаны жауып тастаған именно мына жерді. Енді осы жабылып қалған қақпақты ашуға болады ма? Рұқсат бар ма? Кеңістіктен, нәзік әлемнен. Қазір тазаланғанда күшпенен, себебі мен бүйтіп не істеп едім, әлім келмеді. Күш керек көбіне. Жалпы Көп керек. бірінші сұрақ, ашуға болады ма, болмайды ма?
Маған Иә, болады. өз уақыты келгенде ашылады. айналасын тазартқаннан кейін ғана рұқсат бар. Мхм. Мгм. Тазартып алғаннан кейін Өз алынады уақытысы деді. келгенде ашылады деп тұр. Өте қатты ластанған, лайфсыз адамдар деп айтсақ, енді адамдардың көңіліне келіп қалуы мүмкін. Бірақ енді сондайлықтан жабылған процесс. Мгм. Жөн-жосықсыз болмайды бұл жерге келуге. Отпен ойнағанмен тең. Әбден адасқан адамдар болады ғой, жолын таба алмай сан саққа жүгіріп айтады ғой, тау мен тасты аралап іздедім деп. Әбден қиналғанда келіп ойыңды жинақтап жол көрсететін жер. Бара менмендіктерін сүріп келсін дейді. Мгм. Жарайды, жақсы. Онда келесі нысанға көшеміз. Үкаш ата кесенесі. Нәзік көшірмесін тауып сканерлей бастаңыз. Айналасы қандай әуелі, сосын ішіне өтеміз. Кішкентай бірдеңе секіріп жүргенін көрсетеді. Айналасында чертиктер сияқты ма, кішкентай. Шайтандар. Иә. Сосын адамдардың эмоциясы мына жерде кәдімгі жылау, сықтау, адамдар деген кәдімгі өте ластап тастаған. Эмоциясы сыртта осы жерде қалып қойған, иә. Мысалы, іште қалған өксік, жаңағы адамдардың шықпай қалған эмоциясы, қорқыныштары, как будто осы жерде қалып қойғандай, осы жерге тастап кеткендей адамдар деген. Мгм. Су алатын жер ма, Нұрлыбек мырза, осы жер ма? Жоқ, ол құдығы басқа. Құдығына кейін келеміз. Бірінші кесенесін қараймыз. Айналасы қараланып кеткен, тағы да тұманданып тұр, бүйткен граница сияқты бүйтіп дөңгеленіп тұр. Сосын терезе есіктері ашық екен көрсетеді, яғни барлық адамдарды да қабылдайды деген сияқты, қандай мәселемен келсең де деген сондай қылып көрсетеді. Сосын төбесі ашық қалғанын көрсетеді, төбе жағы бүйтіп киіз үйді бүйтіп түндігін ашып тастайды ғой, солай сияқты ашып тастағанын көрсетеді. Сосын айналасында да тап сондай жаңағы кішкентай нелер, чертиктер шауып жүр, өздерімен өздері ерсілі қарсылы көрсетеді. Тағы да адамдардың жаңағы жаман нәрселермен айналысып, осы жерге келіп бүкіл негативтерін тастаған сияқты, қап-қара тастар сияқты қылып тастап кеткен дөңгелек, неше түрлі формадағы тастар. Сосын тап-тастай ана қорғасын сияқты бар ғой, Нұрлыбек мырза, қорғасын қояды ғой, сонда неше түрлі фигуралар шығады ғой, сондай сияқты нәрселер тұр, как будто сол жерден келген. Сосын мына жерде бір космический бірдеңе бар, тас па, білмеймін, әйтеуір басқа неден келген, әлем ба, әлде бір басқа измерениеден келген ба, бір тас па бірдеңе бар. Ол да адамның несінде тазасы, адамның көзінен таса жерде тұр, тығылып тұр. Ол да. Сосын мысалы адамдар бір бойында мысалы психикалық ауытқулар бар адамдар осы жерден әртүрлі жаңағы жануарларды көреді. Сосын айтады, мынандай жануарлар бар ғой деген сияқты. Ал шын мәнінде ол жаңағы адамдардың ішкі несі, мына психикалық ауытқулар адамдар болады ғой, солардың несін көрсетіп тұр, қандай екенін айтып тұр. Как будто өз-өзімен қарама-қарсы келіп көрсетеді мына жерде. Бірақ сосын әйел адамдардың энергиясы мына жерде өте көп, энергетикасы, әйел азаматтардың өте көп, әйел азаматтар энергетикасын көрсетеді маған. Мгм. Бұл Менде объектіде, Али айта бер. менде мұнда как үлкен тұр кесене, соның полностью үстінде, астында воронка сияқты астыменен айналып қатты солай нетіп тұр. И кісілер келген кезінде вот
алдап солайынан, например, болады ғой, сен сол жерге келсең сенде солай болады деген бір бизнес ашып алған сияқты көрсетіп тұр кісілерді. Көбіне кісілерді андай информацияны басқаша қылып айтып, алдап алып келеді өз мақсаттарында. Арман тілегің орындалады деген сияқты алып келеді екен мұнда. Адам аяғы аз басқан кезде жақсы болған энергетикасы, и сол адамдардың жаңағы көбінесе өзімшілдік, менменшілдік деген сияқты тәкаппарлық қасиеттерінің кесірінен мына жер кәдімгі дұрыстап тұрып ластанып, жаңағы воронка деген сияқты әртүрлі жаман нәрселер пайда келген, бірге адамдармен бірге келген. Айнұр, жаңа не бастадыңыз? Бұл объектінің энергетикасы өте жылы, өте жұмсақ. Бұл кісінің жүрегі өте кең, өте мейірімді болған. Сол мейірімділігінен бұл аймақ адамдар үшін қауіпсіз, қандай ниетте келсе де барлық адамдарға келуге рұқсат етілген. Бұл өңірдің тылсым ғаламмен бір шектесетін ашық кеңістігі бар, бірақ бұлда келген адамдар үшін немесе сол жерде кездейсоқ жүрген адамдар сол жерге тап болып қалса, ол адамдар үшін де қауіпсіз болып тұр. Тазартылу табиғи күштер арқылы жүргізіледі. Адамдарға бөліп жармай келуге бұл кісінің өзінің сондай рұқсаты бар, мейірімділігінің арқасында. Жайлы адам болған етіп көрсетеді маған. Өте жарық энергияны көріп тұрмын. Өте үлкен жарық энергия бар ішінде. Бір махаббат, мейірімнің сондай сезілетін. Жаңа айтып кетті қыздар, таңдамайды ол кісі. Бір жол сілтеп жіберетіндей барлығын қабылдайды. Өте ақ жарық кәдімгі бар ғой, алыстан көргенде де көрініп тұрады ол дейтін кәдімгі. Жер емес, жердің үстінде аспанмен екі ортада кесененің жоғары жағын кәдімгі толтырып тұр. Кешірімшіл екен бұл кісі. Кешірімшіл. Қателескен адамдар келсе де кешіріммен қарайды, жаңағы бөліп жармайды. Жылу сезеді барлық адам. Жақсы. Ана жылуды сезген адамдар бала бітті, шаруам шешілді деп бір сондай сенім пайда болады екен. Жылулық сезеді адамдар. Кесененің ішінде энергиялардың сипаты қандай? Не бар? Лас энергияды көтеріле алмайды, мына өте жарық керемет энергия, айттым ғой, ол жерде емес, ол жерден жоғары тұр. Қалықтап тұр деңшеш. Иә. Есігінен сыртқа қарай шығады кәдімгі. Жарық қылып көрсетеді, жұлдыздар сияқты ма көрсетеді, бүйтіп жарқырап тұрған жұлдыздар сияқты қылып көрсетеді. Сосын төбесі өте биік екен, мысалы физикалық әлемде ол не болғанмен, бірақ мына жұқа неде әлемде төбесі өте биік, ұзын, сосын кәдімгідей алысқа кетеді. Яғни бір масштабный нәрсені ойлап барасыз ғой, осындай үлкен неге шыққым келеді дегенде, яғни сол жаққа дейін жететіндей күші бар. Естілетіндей, яғни масштабқа шығуға беретіндей күш береді адамға. Бұл жерге келген адамдардың қандай ниеттері орындалады? Қандай тілектері? Неге қатысты? Міне жаңа масштабқа қатысты деп айттыңыздар, тағы да? Балалы болуға. Ұрпақ көбейту, саналы, тәрбиелі дейді, яғни ұрпақ Өйткені сұраған ішінде адамдарға. жұмыртқа көп тұр, ана жерде жұмыртқалар, ана жерде жұмыртқа көп, жұмыртқалар тұр.
Жақсы. Сосын екінші жартысын табуға дейді. Кеңін табуға, иә? Мгм. Тұрмыс құруға. Екінші теңін табуға, тұрмыс құруға, жарын табуға, адал жар табуға барған адамдарға өзіне сай, өзінің энергиясына келетін жаңағы жар таңдауға не істейді, жол көрсетеді, жол ашады дейді солай. Мгм. Жақсы. Енді Үкаш атаның құдығын қараңыздар. Бөлек орналасқан. Судың шығуы, шықпауы адамдардың ниетіне байланысты ма? Не үшін солай болып тұр? Әлде ол жай құдықтың құрылысына қатысты ма? Мен де былай көріп тұрмын, вот құдық асты үлкен өзен сияқты екен. Толқын боп су келген кезінде су алып жатыр кісі. Толқын артқа қарай кеткен кезінде су жоқ. Как будто астында үлкен өзен сияқты. Маған табиғи құбылыс сияқты шығып тұр кәдімгі. Ападан сұраймын, жоқ дейді. Менде де сразу Қатысым жоқ дейді, қолын бүйтіп айқастырып. Мгм. Просто сол пайдаланып кішкене Иә. неге айналдырып жүрген сияқты, бизнеске айналдырып жүрген сияқты. Мгм. Бетон құрылысына қатысты сосын келген адамдар бұл айтылған уәжді қатты серьезно қабылдауға болмайды, көбірек ойын ретінде қабылдау керек. Себебі атаның өзі дархан көңілді, ақжарқын мінезді. Сол үшін де жаңа қыздар айтқан тілектердің орындалатыны, сондықтан ол сәбиді жақсы көреді. Балаларға деген махаббаты ерекше, сыңғырлаған күлкіні жақсы көреді, жас өрендерді, жастарды жақсы көреді. Вот сондай ашық жарқын көңілде болу керек. Яғни бұл құдықтан судың шығуы, шықпауы адамның ниетіне қатысты деген ол шындыққа сай келмейді, иә? Мхм. Келмейді, табиғи құбылыс еді, ата айтты, мен қатысым жоқ оған деп кәдімгі. Күліп тұр, маған да жымияды, сұрасам жымияды кеткен сияқты. Жымиды тұр, болды, басқа ештеңе етпейді, жай жымияды. И прям мейірімділік. Енді соған адам сенсе, значит солай болады деген. Адамның несіне қарай сияқты, меніңше. Бірақ қатысым не жоқ деген. Қасында тұр ата, бірақ просто сәл жымияды, болды. Адамдарды жақсы, ниеті таза адамдарды жақсы көреді. Соған қараймын. Бірақ мысалы жаңа құдық жаңа айтып жатыр ғой қыздар, бір келеді, сол бір жердің бір несі бар, өзінің магнит сияқты ма бірдеңесі бар, тартылады, сонда анау су келеді, сосын ана магнит сияқты қайтып кетеді, и су да бірге қайтып келеді. Мына жердің, именно осы жердің бір өзінің бір сондай қызық бір несі бар, магниттік өрісі ма бірдеңесі бар, әйтеуір сол суға да не болады, әсер етеді. Мгм. Адамдар сиқыр чудоны көргісі келеді, соған байланысты ойлап шығарғандар дейді. Иә, Құбылыстан. сол құбылысты кішкене неге айналдырып кеткен ғой, сказка сияқты ма, қалай деп, аңыз сияқты ма айналдырып алған ғой, сондай. Ал шын мәнінде атаға барып айту керек. Ата тыңдайды, барып ішіндегі мұңыңды айтсаң, ішіндегі нәрсеңді барып айтсаң, жаңағы күшті тыңдайды ата деген. Сосын жайлап несін, өзінің батасын сияқты ма несін айтады, наставлениесін береді, ақыл өсиетін береді. Содан кейін адамның бір санасы ашылғандай болады, ойы жинақталады. Мгм. Жарайды. Ендеше келесі нысанға өтейік. Созақ ауданында орналасқан Баба түкті шашты әзіз кесенесі. Нәзік көшірмесін тауып алып, ақпарат оқи бастаңыз. Тағы да айтып жібересіз ба есімі? Баба түкті шашты әзіз кесенесі.
ният қойғансыңдар. Не есім? Ол кімнің сөзі? Білмеймін, осындай ақпарат келді, айттым. Ният, несі. Жарайды. Үлкен энергиясы үлкен қылып көрсетеді, несі шынайы бетпен. Тұман айналасы. ол есімі өзінің тірі уақытынан бар ғой. Менде Энергиясы көрініп тұр, кесененің биіктігі сонша, ана айтады ғой, 7 қабат аспанға дейін жетіп тұр дейді ғой. Вот кесененің өзінің биіктігі, тазалығы сондай прям жоғарғы аспанға прям бұлттардың арасына былайынан биік болып тұр жетіп. Бұл объектінің энергетикасы өте сұсты. Ойнауға келмейді. Жеңіл желпі қарауға келмейді. Нақты бір мақсатты бағытталған ниетің болмаса, негізінде бұл жерден абай болған жөн. Себебі бұл кісіде бақсылық өнер бар. Сондықтан жер ғаламның немесе тылсым әлемнің күштерімен бірге тұр. Жеңіл ойлы, яғни жақындығына да айтып жатырмын, яғни көп басын ауыртпайтын немесе мән мағынасыз барған адам кішкене абай болу керек. Көп ашыла бермей ма, иә, сондай. Жабық күйде қалады кейбінде. Мысалы, бардым, орындалған жоқ дейді. Иә, бардым, бірақ орындалған жоқ дейді. Ал шын мәнінде ол кісі өзінің нақты не керек екенін өзі түсінбейді. Сондықтан бұл кісі көп ешкімге ашыла бермейді. Өте қатты етіп көрсетеді. Яғни бүйтіп денесі де сондай ірі, қатты жаңағы кім қалай осының алдында қараған жайлылық бір сондай бір өзің үйіңе келген сияқты сезім болса, мұнда кәдімгідей өзіңді тіке ұстап, таза сондай бір нақты немен келу керек. Кез келген адамға ашыла бермейді. Яғни энергетикасы сондай өзі адамдар болады ғой, мықты тылсым әлемді жақсы түсінетін, тез көретін, тез сезінетін адамдарды жақсы жолдап сілтей алады. Енді кесененің ішіндегі айналасындағы энергетика қандай? Кесененің ішіндегі энергетика адамға жүрегіне қатты сенімділік беретін энергетика екен, андай. Нық сенімділік береді. Сосын адамның эгосын басып тастайтын сияқты. Бұл орын тазартуды қажет етеді ме, жоқ па? Жоқ. Жоқ. Сый қызметпен келу керек, тазартатын қызметкерлері бар. Тылсым әлемнің қызметкерлері бар. Сыртында тазалайтын сияқты. Ондай қажет етіп тұрған жоқ шамалы. Жақсы, түсінікті. Енді келесі нысанға ауысамыз. Ғайып ерен 40 шілтен. Охо. Тауып алыңыз, оқи бастаңыз. Мен былай көремін. Ананың үстінде портал сияқты бар да, и онда давление, қысым бар ғой, өзгеріп тұрады. Содан екен. Маған үлкен қайық сияқты ма бірдеңе қылып көрсетеді. Үлкен қайық па бірдеңе көрсетіп тұр. Тағы да солай жоғары жақта тұрғанын көрсете ме, андай жаңа қалықтап тұрған сияқты қылып көрсетеді.
өзге әлемдік па бірдеңелер бар сияқты. Өзге ғаламшарлық дей ма, өзге әлемдік па. Қай Мгм. жерде бар? Тастың ортасында ма? Сол Әлде үстінде ма? жалпы сол жер аймақтың А, сондай бір тылсым сондай бірдеңе бар. Портал сияқты мүмкін болуы мүмкін. Кез келген адамның көзіне көріне бермейтін, мүмкін қыздар барса көрер, біздің қыздар барса, ал қарапайым адамдарға көп көріне бермейді. Мгм. Сосын кейбір аңыздар кішкене адамдар ойлап табылған нәрсе дейді. Адамдардың ертегісі, адамдардың өздері ойлап тапқан сияқты болып келеді кейбір жерлері. Сосын үлкен үшбұрышты сияқты портал ма бірдеңе тұр жоғарысында. ол не Ол портал? Қайда апарады? а, Немен жібереді? басқа әлеммен, басқа нәрсемен. М, Маған көрсеткен айттым ғой жаңағыдай портал сияқты ол жерде ауаның қысымы өзгеріп тұрады. Жаңағы тастың арасы бар ғой, Мгм. как будто жоғары әлем мен төменгі әлемнің арасындағы бір сондай ашық жер ма, ол жерде ауаның қысымы, давлениесі өзгеріп тұрады. Соған байланысты адамдар қысылып қалды немесе басқаша ойлайды вибрациясына сәйкес. Мгм. Ана жерде мен ауаның бар ғой, кәдімгі қозғалғанын көріп тұрмын ғой. Теңіздің толқыны сияқты ауаның толқыны сондай бар сол Мгм. жерде. Сонда Сол әсер етеді. осы тастардың арасынан өткен адамдардың ниетіне қатысы бар ма, жоқ па? Ненің? Осы Қалуы ма тастардың тастың? арасынан өте алмауы адамдардың Жоқ, жоқ. Жоқ, Жоқ, айтып тұрмын ғой, қатысы ауа жоқ. Мына жерде бар ғой сол жаңа тастың. айтып тұр ғой, қысым, қарапайым қысым, жаңа Фариза күшті айтты ғой, тап сол просто соны кейбірде жаңа вибрациясы адамдардың сәйкес келмей қалуы мүмкін, сонда жаңа әсер етеді. Былай ондай қатты несі жоқ. ана жерде бар Адамдардың ғой, ойлап ауаның табылған нәрсесі. плотності, тығыздығы әртүрлі, жаңағы бар ғой, толқын сияқтыдан ауаның тығыздығы әртүрлі. Сол тығыздыққа байланысты адамдар жайсыз сезінеді де өзін өтпедім деп ойлайды. Сол адамдардың ойлап тапқан ертегісі дей ма, қалай деп айтсам болады, аңыз ба, миф сияқты ма? Сезімдерінен құралған әңгіме. Иә, сондай ойлап табылған әңгіме. Ал шын мәнінде ол жерде мүлдем басқа нәрсе. Бұл объектінің тағы бір атауы адам ата, Хауа атасы ғой. Ғайып ерен 40 шілтен деп айтады. 40 жауынгердің ғайып болып жоғалып кетуіне, соның құрметіне арналған тоже сондай есім берілген. Но бұл жердегі объектіде аналық энергия көп екен. Бұл жерге келген адамдарда бір кеудесінде бір сәуленің оянуына ықпал етеді екен осы жерден көтеріліп тұрған аналық энергияның ықпалынан. Бірақ психикалық ауытқушылығы бар адамдар немесе психикалық тұрақсыздығы бар адамдарға абай болу керек. Себебі олар бұл энергетиканы көтере алмайды екен, немесе бір нәрсені қозғап жібереді екен. Олардың санасы дайын болмағандықтан. Так бір дамуға немесе дайын адамдар болса, керісінше олардың көкірегінде бір сәулені оятады екен. Мүмкін ғайберен 40 шілтеннің дүниелер арасында өтіп бара жатып тоқтаған бір объектісі болуы мүмкін. Басқа оларға қатысы жоқ болып тұр бұл атаудың. Так бұл объектіге қорған сұрап келген адамдарға қорған болған бір паналатқан сондай энергия бар, және бұл объектінің іргесінде жалпы осы қорған сұрап қорғансыз қалған келген жандардың как бы рухтары бар, немесе денелері қалған осы жерде. Мгм. Тылсым дүниеге өте бай жер. Айналасын бәрінде толып тұр тылсым дүние деген. Адамдарға қатты әсер етеді.
Енді жаңа портал бар дедіңіздер, иә? Мгм. Порталдың энергетикалық әсері қандай? Не істей алады? Мүмкіндігі, күші қандай? Бар ма ондай күші? бар. Не істейді? Ақпарат Қай жіберу, жерде өткізу. ақпарат? Портал именно қай жерде дәл? Тастың бойы ма, одан кең бе, әлде осы екі тастың ортасында ма? Ортада, Мгм. бірақ әсері айналаға тарап тұр. Жарайды. Ортада болғанда өтетін аралықта емес, Аха, вообще нысанның ортасында. нысанның ортасында. Жарайды. Енді порталдың энергетикасын зерттеңіздер, оқып қараңыздар. Қандай энергиялар басым, таныс па, таныс емес па? Қандай М. секілді? Жоғарыдан ақ энергия басады, төменнен келген қара энергияның бір түрлі. Секретарь Жібермей сияқты. тұр, Секретарь жібермей сияқты. тұр. Қара Это как энергия радиация, но жарқын мағынада. Мгм. Адамдарға жібермей ақпарат әкелуші, әр адамның өзіне лайық, өзіне қатысты мүмкін өзін толғандырған бір ақпаратты алып кетеді. Мгм. Хабар жеткізуші. Мындан прям ана темныйлар кішкене көтерілгісі келіп не істейді, бірақ та аналарды бүйтіп басып жатқанын көрсетеді маған. Болмайды, Мгм. болмайды деген сияқты. Жатыңдар, кетіңдер, жақындамаңдар деген сияқты. Как будто охраняемый объект болмайды деген сияқты. Сіздерге мұнда жол жоқ деген сияқты. Коридор сияқты қылып көрсетеді маған, как между мирами. Болады ғой, мысалы, бір екінші әлемнен басқа әлемге өту үшін, как коридор сияқты. И И очень хороший охраняемый коридор. да, то, что интересно, порталдан жоғарғы күш именно аналық энергияны, яғни жер ананың күшін қорғап тұр. Мгм. Маған видеть, как будто зародилась здесь жизнь, как будто новая жизнь зародилась здесь дейді. Осы жерден бастау алған сияқты деп айтады маған. Сондай қылып айтты. Жаңа Айнұр ханым айтты ғой, аналық дегенде өмірдің бастауы осы жерден басталады. Яғни жердегі әлем, осы жер әлеміндегі өмірдің басталуы осы жерден таралған кетеді. Жан жаққа таралады сосын. Адамдар жаңағы бар ғой, жоғарыдан ақ күштер түсіп тұр ғой, жаңағы порталда ақ энергия. Санасы бір ашылып кеңейеді екен. Жай адамдар шыдай алмай кетуі мүмкін, жаңағы Айнұр ханым айтты ғой, психикалық нелер, ауытқулар бар. Көтере алмай қалады, иә? Аха, көтере алмай қалады. Мгм. Жақсы, ендеше жоспарланған барлық нысандарды қарап шықтық. Арыс қаласын қарап үлгере алмаймыз, оны басқа бір кезеңде қарармыз арнайы. Енді тазартуға кірісейік. Барлық жарық күштерінің қолдауымен тазартуды бастайық. Әуелі Түркістан қаласы, барлық жат, бөгде, қара негативті энергияларды тазартып босатыңыздар. Ескі тұрып қалған Мгм. облыстық әкімшілік ғимаратында тазартыңыздар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Мгм. іші, сырты, айналасы. Тазартуға қойыңыздар. Енді Мгм. қаладан тыс кесенелерге ауысайық. Арыстан баб кесенесі. Бір аңыздарда баба тіпті шашты Азиздің анасы перінің қызы ғой. Сосын әлеммен мүмкін. Мгм. Қапап өтті ғой бана дейтін ана қараларды бол кісі деген. Қарап тұрмын ғой. Бәрі көтере алмай жатады екен ғой, келатқанда. Бір кітап беріп жатыр да, Нұрлыбек мырза, сізге ма? Мгм. Жаңа ілім екен. Кімнен, қай жақтан? Осы үлкен кісілерден, үлкен аталардан, қасиетті орындардан. Қабыл алдым, рахмет.
қыздарға орамал, кестеленген әдемі орамал. Арыстан баб болсаңыздар, Үкаш ата кесенесі. Іші сырты. Келесі. Баба түкті шашты әзиз. Және қажет етсе, ғайып ерен 40 шілтен орнын. Сканерлеу барысында қай кесенеде қақпақ бұлт тек тазартудан кейін ашуға рұқсат еткен? Арыстан бапты ма? Иә. Иә, Арыстан бапта менде корабль болып тұр, жабық. Арыстан бапта. Ашуға рұқсат болса ашыңыздар. бір қызық ақпарат келіп қалды. Дейді ғой. Сайлау алдында келген депутаттардан шаршадым деп. Өткісі келеді. Меншігін сұрап келеді екен. Жоқ. Малдарын көріп жатсың ба, сойып жатқан малдарды? Ата соны ақпарат айтып жатыр ғой. Сайлау алдында келген депутаттардан шаршадым. Ал егер андай ниеті толық дұрыс емес депутат келсеші, оның ниеті орындалады ма? Қабылданбайды, бос әурешілік. Жарайды. Қолынан ештеңе келмейтіндерін өздері білмей ма дейді. Сосын келеді ғой енді қолдарынан ештеңе келмегесін, көмек сұрап қойса. Сол депутат болуға дейді, өздері қолдарынан ештеңе келмейтінін біле ма деп сол. Қай орынға келеді екен болашақ депутаттар сайлау алдында? Қай кесенеге келеді? Арыстан баптың алдында тұрған көрсетеді ма? Иә. Ата бүйтіп ары қарай үш қонып түнейді, жаңағы сұрайды, бір мықты деген молдаларды әкеліп оқытады, солай екен. Мал сояды, ет таратады, тамақ береді. Тай маталарды жыртып үлестіріп жаңағы. Ата бірақ артын беріп тұрады, қарамайды. Өзбекәлі Жәнібекті көрсетеді, сол жерде тұр ғой, маңайында. Болашақ жастар іздеп келеді сол жерге көп. Соған жол ашып тұр. Бір күшті не болады, жаңа реклама ма, қалай деп айтсам болады. Жалпы енді облыстың қай жерлері ластанып тұр, сол жерде тазартып жіберіңіздер. Түркістан облысы. Аудандары көп қой енді. Оңтүстік аймақтарын көрсетеді, шекаралас елдерді көрсетіп, басқа шекарас елдердің. Кішкене қақтығыстар бола ма, текетірестер болады, келіспеушіліктер болады. Ішке қарай кірдік, майысып тұр ғой, шекара ішке қарай бүйтіп. Прям не істеп тұр, қысылып тұр. Сол жерде кішкене бір келіспеушіліктер болады. Сосын жерге қатысты. Өзбекстан жақ па ысырып тұрған? Өзбекстан жақ. Ысырып тұр, шекараны бар ғой, алға қарай, Қазақстан қарай, ішіне қарай кіргісі келеді. Соны ысырсақ бола ма, қыздар? Былай қарай, өздеріне қарай ысырсақ рұқсат па екен? Белгіленген шекара бойынша энергетикалық өткізіңіздер. Кәдімгі не жасайды екен ғой мыналар, Нұрлыбек мырза? Ритуалдар жасайды кәдімгідей, мына бауырлас халқымыз деймін бе? Иә, сол жақтан көбірек тартылып, иә. Жаман нәрселер жасайды, бірдеңелер істегісі келеді, алғысы келеді. Мақтаарал деген аудан бар ма? Қай жақта тұрады? Мақтаарал деген. Бар, Жетісай. Тоже кіре ма сонда? Түркістанға кіре ма? Түркістан облысы ғой. Өзбекстанға жақын ғой ол. Вот сол жерден кішкене, сол жерлерді кішкене нығайтып, қаттырақ ету керек қыздар. Астыртын политика өте мықты жүріп жатыр. Бір-біріне айдап салу,
ақша, пара деген нәрселер өте көп жүріп жатыр. Сол жерді кішкене қаттырып, нығайтып, сол жерге бір жақсы басшы керек. Соны істеуге рұқсат па екен, қыздар, сұрайсыздар ма? Еліміздің, халқымыздың мүддесіне сәйкес келіп тұрса болады. Өз еліміз, өз жеріміз. Ары қарай да ол біздің жеріміз болған, Нұрлыбек мырза. Ешкімге зияндық жасамаймыз, тигізбейміз, қиянат жасамаймыз. Өз жеріміз. Жақсы. Қалай өтті тазарту? Қаланың, кесенелердің және тазартудан кейін қандай ақпарат шығып жатыр? Бөлісіп жіберіңіздер. Жаңағы аталар тез өтті, тез. Аталар бүйтіп лақтырып тастады бірдеңелерді, жаман бірдеңелерді алдымызға қарай. Таза алып тастаңдар деген сияқты. Астанадан кейінгі Астана осы қала болады деп тұр ғой. Тек қана Қазақстанның емес. Керім бірдеңені басады ғой, мына Түркістанға қатысты бірдеңені Керім басады. Иә, жаңа Арыстан баптан бір андай мықты бір бата сияқты бірдеңе көтерілді да, сөз түрінде айтып беріп тұрған. Соны басып тұр. Көздері ұзақта. Сол бір нәрсені басып тұр, прям барынша басады, но бір каким-то образом бір сенімділік тұр. Мынау ана оянса, жаңағы нәрсе оянса, үлкен бір ұлттарды бірігу ма, сондай қылып көрсетеді. Түп бірдеңелерін көрсетеді, түп жақтарын. Иә, мықты бір сеніммен күтіп тұрған бір мезеттің. Соны басқа жақтан прям бір өзге бір діндердің несін басып тұрғанын көрсетеді. Оны басқа не істемейді, потому что күштірек мына жердің несі. Бұл Қазақстанға емес, 3-4 елге ортақ саясат жүргізетін орталық болады. 3-4 мемлекетке ортақ саясат жүргізетін орталық осы қалада орналасады. Одақтың. Салынады еще. Алпауыт елдің ордасы дейді. Бой көтереді деген сияқты келеді. Но барынша басып кетір. Әсіресе Кеңес одағында кәдімгі басып салған екен. Енді осы мүмкін келесі президентте уақытында қайта жандану, жаңғыру, ояну деген сияқты нәрселердің жаңағы бірігуін білдіреді. Қатты нығаятын көрсетеді. Күш алып, әлденіп, жаңағы өзінің шынайы жаңағы әдейі істелген, не үшін осы жерден Түркістаннан басталу не үшін пайда болғанын еске салат түсіреді. Қайтадан жаңғыру ма, сондай сияқты болады. Жақсы, керемет. 21 ғасырды күтіп те сол мезет келген сияқты. Тағы да қосымша ақпарат бар ма? Болмаса қазір аяқтаймыз. Нығайғанын көрсетіп тұр, жан жақтың бүйтіп шекараларын қатты алып тұрғанын көрсетеді. Бүйтіп жарқырап тұрғанын көрсетеді. Жұлдыз сияқты бүйтіп жарқ-жұрқ тұрғанын көрсетеді. Айнұр, бірдеңе қосасыз ба? Микрофон өшіп тұр. Әлде сөм қалдыңыз ба? Бұл көтеріліп тұр. Энергетикалық өте ыстық өлке екен. Және қыздар айтып өткендей, өзара ынтымақтықты күшейтуге, біріктіруге арналған сондай энергия көтеріліп тұр. Изначально сондай сөйтіп дүниеге келген жер ғой бұл деген, солай пайда болған жер.
басынан сонда бас жағынан. Сонымен бүгінгі тазартуымызды аяқтаймыз. Түркістан қаласын, кесенелерді және жалпы Түркістан облысын қарап шықтық, ауыр энергетикалардан тазартып шықтық. Осы орта дамитын орта болуына сенеміз, күмәніміз жоқ. Бәрі болсын, тілекшіміз. Алдағы басқа тазартуларда кездескенше.